Сәлем достар! Сендер Балапашка арнасында үйренме бағдарламасын тамашалап отырсыңдар. Бүгін мен Айман және менің достарым Маквин мен Шторм сендерге көкөністердің атауларын үйретеміз. Маквин, Шторм, сендер білесіңдер ме? Бүгін бізге жүк көлігі қандай көкөніс алып келеді? Мен білмеймін, Айман. Бірақ өте дәмді көкөніс алып келеді деп үміттенемін. Маквин, олай болса, онда біз жүк көлігімізді шақырайық. Қайда екен? Келіпті ғой, келіпсің ғой. Сен бүгін бізге қандай көкөніс алып келдің? Мен бүгін сендерге қияр алып келдім. Иә, балалар, жүк көлігі бүгін бізге қияр алып келіпті. Мынау қияр. Қиярдың түсі жасыл болады. Ол Қазақстанда өседі. Қиярды біз күзге таман жинап аламыз. Қияр өте дәмді көкөніс. Және қиярдан өте дәмді салаттарды жасауға болады. Маквин, ал сен қияр туралы тақпақ білесің бе? Әрине білемін. Қияр. Дәмім тілді үйірген, мен тұздалған күйімде, жаңа піскен кезімде, жейді бәрі сүйсіне. Ал сен, Шторм, қияр туралы не білесің? Мен ба? Қияр өте пайдалы және дәрумендері көп көкөністердің бірі. Және қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Иә, дұрыс достарым. Сендер барлығын дұрыс айттыңдар, Шторм мен Маквин. Ал енді қиярды турайық та? Қиярды тұраудың алдында оны суға жақсылап жуу керек. Одан кейін артық заттарды кесіп тастау керек. Қиярды екіге бөліп, ұсақтап тураймыз. Міне, осылай туралған қиярды ыдысқа саламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша май салып, немесе пиязды турауға болады. Сендерге ұнады ма, достар? Иә, бізге өте ұнады, Айман. Ал сендерге ше, балалар? Енді қиярды жаттап алуыңыз керек. Қияр. Сау болыңдар. Келесі жолда кездескенше.